Көп жаса. Ой, көп жаса. Маңдайық деген. Көп жаса. Су сеуіп сыпырсай. Шаңқытпай, сыпыра бер. Ары қарай сыпыр. Ары қарай сыпыр дейм, ей. Ары. Ары дейм да. Асылбек? Ау? Сағат 2 болып қалды ма? Жоқ, 9 болды. Неше тұрдыңдар? 7-те тұрып алғанбыз ғой. Ұзағынан болсын әйтеуір. 4 күндік болып қалмасын. 9 болды дедің ба? Зүлпанның келуіне 2 сағат бар екен ғой, ә? Папа? Ма? 37. 32-ге келді байтын осыған ёпты баямайды. Мә, мә. Көне алғаштар. Адам сөйтіп өлгенше іше ма? Саған не жоқ? Ой, мама, мен ішкен жоқпын. Отравление болып қалдым ғой деймін. Неге отравление болып қалдың? Араққа отравление болып қалдың ба? Жоқ, кеше ана Оливия дейтін салат жедік қой, походу, соны дау деп отырмын. Мен де содан отравление болдым ау походу. Семейный алғаш деп мазақтайтын болды ғой бүкіл ауыл же. Позорымды шығардыңдар ғой, позорым. Адам сөйтіп іше ма? Қайып? Өздерің су іше берме, малға да су беріп қойыңдар. Жүрмейін трактордың астында отыра бермей. Гүлжан үйіне кетіп барадым келіншайға. Шақырмаса да. Барып қойдайын. Болып жол болсын. Барадан жауыш бар. Кеше Гүлжан келін түсірген. Білмеймін, мен сразу жамандап үлгерген ба. Әйтеуір екеуміз ыдыс-аяқ туырлап отқанбыз. Келіні тұрттағыны. Зүлфан әпшім кеткеннен кейін шай ішеміз ба деп қойды ғой маған. Білмеймін, қазір келін шай ішуге барадым, көрім. Қалай болады, жүрегім тыншымай барады. Барып келейін ата, отыра беріңіз. Не шай келін? Көзіме тамызам ғынын мен. Кішкене толтырыңқырап қия берші. Без уважения қия берші, сосын айналайын. Шөлдеп келе жатырмын. Мынау не шай енді? Ілкілдетіп құйыпсың ғой, толтырып. Осыдан кейін ішпесін дедің ба, не қылдың? Мама, Асылбек чайға шақырып келейін. Мынауың жаман ғой, Гүлжан? Не болды саған, не болды? Мынауың көріп отырсың ба, не мынау? Bir кезде мынандай құйды, бір кезде толтырып құйды айналайын. Жақтырмай өтсіңдер ма мені? Мынауың әлден басы қақши, мынау жаман ғой, Асылбек шақырып келейін. Отыра берсе қайтеді мына жерде? Тіп дейді. Үлкен басым сыйламай отырмайлы. Мынауың бар емес пе, айналайын, ертең 1-2 айдан кейінше бүйтеді мынау. Асылбек, мама, біз Асылбек екеуміз қалаға кетейін деп жатырық. Көште қайтеді, анамна бөлек шығайық деп шығады мынау ертең. Қазақта мақал бар, білесің ба? Баланы жастан, қатынды бастан деген. Осы бастан былай істемасаң же мынау ертең саған бағынбайды, мен білем ғой. Зүлфан, Ал. көтіңді қысшы. 5 келіні бар адам құсып, немене маған ақыл үйретіп отырсың? Көреміз ертең келін ағанда. Жас қой әлі, бұл жас қой. Енді келіп отырып, біздің үйдің правиласын білмейді былай айтқанда. Ертең өзіме қарай икемдеп, бұны бүйтіп, енді жас бүйтіп келе жатқан шыбықты бүйтіп, өзің икемдемесе қисайып кетеді, сол сияқты мен қазір мен бетінен алатын болсам. Кетеді қалаға, вот сол кезде кетеді Асылбекті алып, мама ренжіп. Жас келін ғой, мен бұны бүйтіп бағыттамайын ба? Содан кейін болады ажырасу деген. Бет дей берген екен. Бұл да біреудің аялап отқан қызы ғой, мәпелеп отырған. Дұрыс айтасың, негізше Гүлжан, негізше. Өзің сияқты болса жаман болмайды, негізше. Саған ұқсаса жаман болмайды, өзің бүйтіп тәрбиелейсің енді, дұрыс айтасың. Ой, тоға, бір менен де тұрмайтын қатын екенсің бар ғой, Зүлфан. Өзің құш шайды басынан. Шайды ұқсап, біресе былай сөйлейсің. Әдемі құш шайсың. Нормально, іше берші осыны. Әшейінде мен қалай құйсам да ішкесің ғой осыны. Анды гладкий қылып ішкен жақсы да, өзге гладкий іше берші осыны, қандай гладкий болса да іше берші. Суығын қырап қапты да мынау ше. Қазір құямын. Құямын, іше берші. Ой, рахмет. Күшті болды ма? Асылбек, А? осыны үйде жүрген Зүлфан әпше деген кім? Неғып маған келмей жүріп кесе береді? Қош басталып кеттім ау уже. Қалай, ә? Ерте, әлі ерте.
примерно бір аптадай тыныш бола ма дедім. Ол Зүлпан әпше деген мен құдай қосқан көршіміз ғой. Мен мамамдай болып кеткен. Мен кішкентай кезімнен өсірген, қараған маған. Ол үйт сөйлеп айта бергенменше жүрегі ақ ол кісіні білем ғой мен. Негізі бар ғой, ана үлкен кісілерге ше көңіліне қарап, батасын алып, айтқандарын істеп жүре бер. Мақыл деп қой да. Жаман болмаймыз сол кезде. Сен де, мен де көңілдеріне қарап жүре бер. Сонда мен сенің көңіліне қарасам, маманың көңіліне қарасам, Зүлпан әпшенің көңіліне қарасам, мен көңіліме кім қарайды сонда? Ойбай, мен не жүрмін? Сен көңіліне мен қарай. Сен мен көңіліме қарайсың. Мен мамашкелердің көңіліне қараймын. Сөйтіп бір-біріміздің көңілімізге қарап, өмір өте береді. Сонда өмірдің қызығы сол ғой. Бәрі әдем болып кете беретін болса, қызық емес қой. Ұрсасың, татуласасың, қайтып сонымен одан әрі жақсы көріп. В общем, өмір ғой енді. Болады ғой сондай. Үлкен кісілерге мақұл тие беріп болды ма? Гүлжан, не тыңдап жатсың? Не тыңдап жатсың деймін? Мотивация. Ой, соған мегабайт кетіріп тыңдап отырсың ба? Мен отырмын қасында тегінен тегі мотивация тыңдай берсем менен ақ. Зүлпан, 5 миллион теңге қақын тауып берем мен. Сен де Гүлжан шілей ақ көңілсің ғой ше. Кеше 5 миллион теңгесін неғып я дей салдың? Кішкене артыңа қарап сөйлемейсің ба? 2,5 миллион деп саудаласпайсың ба? Ойбай, ана шешесімен қайтып саудаласасың? Шығар қызым дегенде. Тұрым ақ кетті ғой мен. Шығып қойын деп қалдың ғой сен. Тамам қорқып кеттім мен де ше, бірақ түрі суық екен. Досым, мынандай мотивация деп кеттің ғой өзің ше. Курс ашамыз ба? Ауылдың әйелдерін бәрін жинамап ше, 990 теңгеден келіңіздер біздің курсқа деп ше. Ой, көтек, не деп өтесің курста? Ауылда өсек айтып қалай шақ сүру керектен курс өтесің ба, әлде бетімен кеткен семіруден курс өтем ба мен? Не өтеміз? Не үйретеміз ал халыққа? Ой, үйрету жағын не аласың? Ақшасын есептедің ба сен? Есептесейсің ақшасын, көбейші 990 теңгеден. 990 теңгеден ауылда қанша әйел бар? Біздің көшеде 30 әйел бар мысалға. 30. Қумас қаяқтан ана баста санағанда 470 ба болып қалады ғой? 500 дей берші, орта есеп қылып. 500. 500. Қанша болады есептесей? 990 мың теңге болады. Айбей, кеттік қой болды ғой. Сосын андай бар ғой, халатный радио деген бар ғой? Сорлы, халатный радио демейді ғой. Сарафанный радио. Сарафанный, айтайын дегенім жаңа сарафанный радиомен айтады, аналар курс ашып жатыр екен деп, ана ауылдағы қатындар айтады, бізге өсек деген жатпай ғой. Сөйтіп, мысалға деймін да, ана жақтан 500 адам, 500 қатын аяқтан, 500 қатын аяқтан. Сөйтіп 5 күн істесек тоқтамай, 950 мыңнан. В общем, ары қарай бізге 4 миллион 950 болады дегенде 50 мың теңге жетпейді. 50 мың теңгесін мен ақ берем. Бір нәрсе қылып, болды сон 5 миллион қылып берейік соны. Бірақ болмайды оны. Істей алмаймыз біз оны, өйтіп оны. Ондай өтірік айтып біздің қолымыздан келмейді қазір деген анау курс өтем дегендер көбейіп кеткен иттің басына шығып жатыр ғой былай қарасаң ше. 10 байдан ажырасқан қатын семьяны сақтап қалу деген курс өтеді. Сосын андай курстар бар. Вообще үйі жоқ, бір бұрышта бүйтіп сәндеп қойған. Сөйтіп 10 үйім бар дейді да. Бір үйі жоқ та, бірақ құлақтың тебе береді. Қалай баюдың жолдары дейді. Өзімен өзі отырып интервью беретіндерге не дейсің? Мен де естігем ше, мышлениені дамыту керек бір нәрсе дегендер ше. Мышление деген не? Бүйтіп айта алмаймын мен, қолымнан келмейді ол. Мышление демей, соны ой дей салса болмай ма? Соны айтамын ғой, соны. Қазақшасымен. Қолымыздан келмейді негізі біздің. Келмейді, ондай өтірік айту, құлақтан тебу деген. Ойбай, бізде ондай айта алмаймыз ондайды. Оны кәдімгі өтірікті шынды Құдай ұрғандай қылып айтады ғой, ондайды айта алмаймыз біз. Бетімізге шығып тұрады ғой біздің. Асылбек! Бейбілдатшы. Асыға! Не болды, не? Тамыр шықсай, балалар сенің құрметіңе деп бар емес па? Вечер істеп атырық, шашылайық, машылайық, даже мынау да бар, кет. Қойш, қазір киім алып шығайын, онда күтесіңдер қазір. Болды. Отағасы, Не болды? қайда барасыз? Балдарға барып қайтайын да? Бармайсыз? Ұят қой қазір балдардан. Мен үшін ұйымдастырып отыр барлығын. Барып қайтайын мен? Мен сізге күшті массаж істеп беремін. Массаж? Точно істеп беремін? Точно істеп беремін. Мархамат. Айран болып қалдым ғой сәл. Істейме? Тақ болатын ол, аспай отыр. Тамам. Жіктер, үйде мамашы сәл ауырып тұр еді ше, сол қалу керек болып отыр. Ой, қай мамашың ауырып жатыр?
Өз мамам да кәдімгі. Қоя берші, осындай болып кетеді ғой. Болды, давай, досты. Өседі ғой бұлар, үйленіп алады да, содан кейін көрмейсің ғой бұлар. Кейінірек ұйымдастырайық, жіктері. Hoş geldіңіздер, құрметті біздің ауылдың қатындар деймін ғой. Қыз келіншектері, сұлулары біздің Зүлпан екеуміздің ұйыған отбасы атты 990 теңгелік офлайн курсымызға қош келдіңіздер. Әй, бұл пирамида емес па? Пирамида деген андай үшбұрышты болады да. Ойбай, пирамида емес, қазір мен сіздерге түсіндіріп айтайын. Қараңыздар. Бұл ұйыған отбасы деген сіздерге мотивация беретін курс. Бұл курста біз сіздердің түп саналарыңызбен жұмыс жасаймыз, құрметті қыз келіншектер. Түп саналарыңызға еніп, сіздерде бұрын бала кезде болған травмаларыңызды алып, сонымен бірге жұмыс жасау арқылы сіздерді біз жөндейміз. Негізі ұйыған отбасы неден құралады, қыз келіншектер? Неден құралады? Бұл сіздердің күйеулеріңіздің ризашылығынан. Дұрыс па? Дұрыс емес па? Күйеулеріңіз риза болу керек сіздерге. Ал, енді кімде сұрақ бар? Менде сұрақ бар. Азанда бәріміз тұрдық ұйқыдан. Мысалы, мен күйеуім барсам ұйқыдан тұрмай жатыр, түнімен ішіп келген ғой. Енді мен соның ризашылығын аламын деп күнде соның жанында жүре берем ба? Ал енді бұндайда не істеу керек? Сен темаңға жауап бер. Мен жауап берейін енді бұған. Ол кезде ашулыққа бой алдырмай, ашуланбай, барынша сабырлы болыңыз. Өте сабырлы болып, сол күйеуіңіз суа кел десе суа келіп, шалап әкел десе шалап әкеліп, ас үстіне түсіп, барынша көңілінен шығып жүрсеңіз болды. Дұрыс айтады. Өтірік барлығы, кеше ғана сенің қайбың сенен таяқ жеп майып болып жатқан еді ғой. Халықты алда өтірік барлығы, сенбеңдер бұларға. Қоя қой, Гүлжан, қоя қой. Сенің де байың 3 ай болды ғой, үйдің бетін көрмей вақтыда жүргеніне. Жақсы болса отырмай ма? Бұлардың бәрі өтірік екен. Ойбай, мен Гүлжан, өзің не қыла бер, мен не өзім. Қыздар, ренжімеңіздер. Қазір Гүлжан Қалай екен енді? Жаңа келін болып түскен. Бүтен үйде. Үйренем ғой, главное сен барсың қағасында. Ой, молодец, ақыл бар өзің. Жанымсың ба мен? Айымсың ғой менің. Күнімсің ба мен? Мама, кеп қалдыңыз ба? Ыңғайсыз болды ма? Сүйсің деп жатыр ма едіңдер? Жоқ. Бір-бірімізге жақындап сөйлеспесек естімейміз де бір-бірімізді просто. Әдет болып қалған былай. Ыңғайсыз болды ма? Онда сөйлесе беріңдер. Ыңғайсыз болды ма? Gündüzde, tünde de seni özledim. Kimsin sen, kaydasın, sonu bilmedim. Bir de varsın, bir de yok, sen böylesin. Önümde, kanımday, bana gelesin. Önümde, kanımday, bana